Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы графтағы алгоритм. Бүгінгі сабақта біз үйренетін боламыз есептерді шешу үшін графтарды көршілес матрица және қабырғалар тізімі арқылы ұсыну. Жалпы граф дегеніміз не? Граф ол жиын. Ненің жиыны? Нүктелердің жиыны. Және осы нүктелерді байланыстыратын қабырғалар мен доғалардан құрылған сызба. Бізде графтар екі түрге бөлінеді: бағдарланбаған және бағдарланған. Бағдарланбаған граф бірінші суретте көрсетілген, ал бағдарланған граф төменде екінші суретте көрсетілген. Екі суретке назар аудара отырып, қандай айырмашылық байқар едің? Екеуінде де бізде 5 нүкте көрсетілген және байланысқан сызық көрсетілген. Тек бұл жердегі айырмашылық байланысқан сызықтарда бағыттың болуында. Яғни бағдарланбаған графта бізде сызықтармен байланысады нүктелер, бірақ бағыт болмайды. Ал екінші сурет бағдарланғанда графтар сызықтарымен қосылады, бірақ оларда бағдар көрсетіледі, яғни стрелкалары бар, сызықтың. Келесі бізде әр нүктені төбе деп атаймыз, ал оларды қосатын сызықтарды қабырға дейміз. Екі бір-біріне жақын орналасқан нүктелер, яғни екі бағыт жүріп өтетін бұл төбелерді біз көршілес төбелер деп атаймыз. Ал ешқандай сызықпен байланыспаған төбелер болса, екінші суретке назар аударсаңыздар, бұл шеттетілген төбе деп аталынады. Графтарда екі төбенің арасында байланыстыратын түзуді қабырға деп атаймыз. Бұл бағдарланбаған графта. Ал бағдарланған графта екі төбенің арасында байланыстыратын сызықты доға деп атаймыз. Бағдарланған және бағдарланбаған графты біз G әріпімен белгілейміз. Және де G-ді меншіктейміз, жақша ішінде V үтір E-ге. Мұндағы V дегеніміз төбелердің саны, ал E дегеніміз қабырғалардың саны. V бұл бізде граф дәрежесі, E дегеніміз графтың өлшемі болып табылады. Графтардың ұсыну әдістерін үш түрде көрсетсек болады. Біріншісі өлшенген граф, екіншісі графтың көршілестік матрицасы және қабырғалар тізімі. Бірінші өлшенген графқа назар аударайық. Бұл жерде бізде 4 нүкте көрсетілген төбе А, Б, С, Д. Және де 8, 5, 6, 12, 4 дегеніміз бұл графтардың салмағы болып есептелінеді. Екіншісі графтың көршілестік матрицасы. Бұл бізде I және J баған және жол бойынша қарастырылады. Бізде бағандар А, Б, С, Д, жолдар А, Б, С, Д. Енді екеуінің қиылысқан жері, яғни Адан Аға қарай бізде сызық өтті ма, ондай жоқ, яғни бұл жерде бізде бос орын тұрады. Енді А мен В-ны көрейік. А мен В-дан бір-біріне байланыс сызығы бар және бұның салмағы 12-ге тең. Біз мына жерге 12 деп жазып кетеміз. Келесі А мен С. А мен С-да байланыс бар және салмағы 8-ге тең. 8-ді жазамыз. А мен Д байланысқан және салмағы 0-ге тең. Дәл осылай матрицаны толтырып шығамыз. Келесі қабырғалар тізбегі. Біріншіден аламыз А мен Б. А мен Б-ны жазамыз және оның салмағын жазып кетеміз. Келесі А, С, 8 деп жазып кетеміз салмағын. Келесінде Б-ны аламыз. Б-дан тармақтар айтып Б, С, Б-ді 5 және Б-ді. Келесі С-ға С-ды 4, Д-сы 4. Дәл осылай қабырғалар тізімін жазамыз. Бізде жеңіл ұсыну әдістерінің бірі осы қабырғалар тізімі болып табылады. Байланысқан матрица арқылы сипаттау. Бірінші мысалда сіздерде бағдарланбаған граф көрсетілген. Неге бағдарланбаған? Жаңа айтып өттік, осы жерде бізде бағыттау жоқ. Және сонымен бірге, мына жерде бағдарланбаған графта бізде графтың салмағы көрсетілмеген. Сол себепті, егер де байланыс бар болатын болса 1 деп аламыз, байланыс жоқ болатын болса 0 деп аламыз. Бірінші бізде бағандар 1, 2, 3, 4 және жолдар 1, 2, 3, 4. 1 мен 1 байланысқан ба жоқ, 0 қойып кетеміз. 1 мен 2 байланыс сызығы бар 1 деп қоямыз. 1 мен 3 байланыс сызығы жоқ, сондықтан 0. 1 мен 4 байланыс сызығы бар, сондықтан 1. Келесі 2. 2 мен 1 байланыс сызығы бар 1. 2-ның өз-өзіне қарай жоқ. 2 мен 3 1 және 2 мен 4 байланыс сызығы бар 4. Дәл осы сияқты біздің матрицамыз толады. Екінші суретке қарайық. Бағдарланбаған граф берілген, тоже бағыттаушы жоқ, бірақ бұл жерде бізде салмағы бар. Яғни 6, 2, 3, 9, 4 деп граф салмағы көрсетілген. Матрица түріне келтіру. 1-де 1 0, 1-де 2
6 салмағын жазамыз. 1/3 жоқ, сондықтан 0 қойып кетеміз. Және 1/4 2 салмағын жазып кетеміз. Дәл осылай әрі қарай толтырамыз. Енді тапсырма сіздерге граф көрсетілген, бұл бағдарланған және де граф салмағы бар. Бұл жерде барлығы 6 төбе. Осыған сіздер матрица құрыңыздар және қабырғалар тізбегін құрып көріңіздер. Келесі, графтарды іздеу. Берілген шартқа сай келетін қабырға немесе төбені іздеп табу үшін графтың барлық қабырғалары мен төбелерін қарап шығу керек. Екен олар әрдайым байланыста тұрады. Енді осындай графтағы іздеу алгоритмдерін біз екіге бөліп қарастырамыз. Біріншісі тереңнен іздеу, екіншісі көлденеңнен іздеу. Тереңнен іздеу дегеніміз бірінші төбе қарастырылады, содан кейін қабырға арқылы тұйықталған бөлікке дейін барады. Яғни бұл жерде бізде тура осылай байланыс екі жерде де көрсетілген. Енді назар аударайық. Біріншісінде біз бас, мысалы source деген жерді 0-ден бастаймыз. Ол бірінші мына тармақты қарап шығады, баратын жерді. Одан кейін барады да келесі тармақты қарайды. Ал көлденеңнен іздеуде бізде ол бірліктермен жүзеге асады. Яғни бірінші бірлік 0 мен 1 және мына жерде 0 мен 2. Оны қарағаннан кейін барып екінші бірлікке көшеді. 0, 1, 3, одан кейін барып 0, 1, 3. Дәл осылай істейді. Бірінші тапсырма көпірлер санын анықтау. Бұл Алматы кітап баспасында көрсетілген. Яғни бұл жерде қала ішіндегі көпірлер саны сипатталған және сол көпірлердің арасында бір-бірімен байланыс болса, онда бірді есептеу керек, болмаса 0 есептеу керек. Яғни бұл жердегі көпірлеріміз біздің негізгі төбелеріміз болып табылады. Сонымен бірге есепті шешудегі матрицаның барлық бірлерді санаймыз және оны екіге бөлуіміз қажет дейді. Келесі кодқа назар аударайық. Яғни мен бұл жерде негізінде есептің шарты бойынша біз input txt, output txt жазуымыз керекпін. Олай да жазуға болады. Яғни input файлын ашып, ішіне n матрицасын салып, сосын барып оны есептесек. Және сонымен де бірге бұлай есептің өзін басында беріп кетсек те болады. Мысалға n 0,1, 0,1, яғни қала санындағы көпірлердің графын көрсетіледі матрицалық түрде. Енді s деген жаңа бізде есептің берілгенді айтты. S дегеніміз ол сондағы қиылысқан көпірлердің саны, яғни бірлерді есептеп тұратын болу керек. Одан кейін біріншісі баған бойынша for I in range, баған бойынша ұзындықты өлшейді. Яғни мысалы 4 болса 4 деген сияқты. Яғни for I in range. Бұл уже жол бойынша ұзындығы бойынша қайталайды. Енді if n, i, j, яғни қиылысқан жеріне бізде 1-ге тең болатын болса, онда біз жаңағы s-імізға қосып отыруымыз қажет. Осы сияқты циклдар жүреді. Одан кейін print нәтижесінде бізді s шығады. Бірақ жаңа біз есептің берілгенді айтып кетті, s-ті бөлуіміз керек 2-ге. Енді сіздерге тапсырма. Алдағы түсіндірілгендей, сіздер енді осы есептің матрицалық түрдегі жазылып ұсынылып тұр, яғни есептің бас жағында тұр. Сіздерде осыны енді граф түрінде ұсынсаңыздар. Сонымен бірге қосымша үйге тапсырма. Сіздерге бірінші тапсырма сызбасын салу, яғни бұл жерде бағдарланбаған салмақсыз және салмақты граф көрсетілген. Осылардың нелерін салуларыңыз керек, графтарын. Келесі байланыс матрицасын алу. Яғни бұл жерде керісінше сіздерге графтар берілген, сіздер матрицасын есептеулеріңіз қажет. Мен аяқталды. Сау болыңыздар.